Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін 6 қазан 2020 жыл. Сабақтың тақырыбы қолмен бүктеудің параллельдік және аралас түрлері. Сабақтың мақсаты: қолмен бүктеудің параллельдік және аралас түрлерімен танысу, парақтарды параллельдік әдіспен бүктеуді үйрену, парақтарды аралас әдіспен бүктеуді үйрену, студенттерді ұқыптылыққа және тазалыққа үйрету. Бүктемелеу дегеніміз басылып шыққан парақ беттерін дұрыс орналастырып, оларды көп беттік дәптерлерге айналдыру процесі. Полиграфиялық өнімдердің түрлеріне қарай оларды бүктеу түрлері де әртүрлі болады. Мысалы, перпендикуляр бүктемелеу әдісі кітап журналдық өнімдерде, ал параллель әдіс буклеттер даярлауда қолданылады. Альбомдық типтегі өнімдерде аралас бүктеу әдісі пайдаланылады. Сонымен қатар аралас бүктеу әдісі диаграмма, схема, карталарды дайындауда қолданылады. Бүгілімнің орналасуына қарай параллельді, перпендикулярлы және аралас болып үш түрге бөлінеді. Параллель бүктемелеу әр бүктеу сызығы алдыңғы бүктеу сызығына параллель орналасқан бүктеу түрі. Перпендикуляр бүктемелеу әр бүктеу сызығы алдыңғы бүктеу сызығына перпендикуляр орналасқан бүктеу түрі. Аралас бүктемелеу дегеніміз бүктеудің параллель және перпендикуляр тәсілдері кездесетін бүктеу түрі. Қатырма қағаздарды немесе тығыздығы 170 граммнан асатын қағаздарды пайдаланатын болсақ, бүктеуден бұрын ең алдымен қағазға бүгілімізін түсіріп алуымыз керек. Бүгілімізі бүктеу кезінде қатты қағаздардың деформациялануынан және сапасының нашарлауынан сақтайды. Бұл жердегі суреттерде параллель бүктеу әдістері көрсетілген. Ең бірінші евробуклет, ең көп таралған бүктеу түрі. Бүгілімдер бір жағына қарай орналасқан. Ұлу тәріздес бүктемелеу. Бүгілім сызықтары бір жағына қарай бір-біріне параллель орналасқан, бірақ жиырылып бара жатқандай көрінеді. Бұл әдісте евробуклеттерде пайдаланылады. Гармошка түрінде параллельді бүктеу әдісінде бүгілімдер бір-біріне параллель, бірақ әртүрлі бағытта орналасады. Ауқымды ақпараттар беретін өнімдерде қолдануға болады. Мысалы, гармошка өнімдердің каталогын сыйдыруға болады. Кітапша түрінде бүктеу көбінесе нұсқаулықтар, полиграфиялық материалдардың сипаттамасы жазылған анықтамалық өнімдер даярлағанда пайдаланамыз. Бұл ең қарапайым әдіс болып саналады. Бүктеу әдісінің бұл түрін мамандар қызықсыз деп есептейді. Терезе тәріздес бүктеу әдісінде өнім қарама-қарсы жақтарынан центрге қарай бүктеледі. Өте ерекше, бірақ мұндай буклеттерді даярлау бағасы қымбатырақ шығады. Бұл суреттерде параллель бүктелген өнімдер көрсетілген. Евробуклеттер, терезе тәрізді бүктелген буклеттер, кітапша түрінде бүктелген нұсқаулық және де гармошка түрінде бүктелген өнім. Аралас бүктелген өнімнің мысалдары карталар және де схемалар көрсетілген. Балар, бүктеу таяқшасы және де біз қазір буклет бүктеп көрсетеміз. Бұл жерде, яғни буклеттерде өзіміз білетіндей параллель бүктеу әдісі қолданылады. Бізде
екі рет бүктелген евробуклет, яғни бұл жерде екі пальц. Біз екі рет бүктедік. Бір және де екі. Және де көріп тұрғандарындай екі пальц бір-біріне параллель орналасқан. Буклет. Және де бізде бар гармошка тәріздес. Бүктейміз. Келесі керісінше ішке қарай бүктелмейді, бұл да сыртқа қарай бүктелмейді. Гармошка тәріздес. Бұл жерде екі пальц бір-біріне параллель орналасып тұр. Және де өзіміз білетін бір пальц. Оны білесіңдер, бір рет қана бүктейміз кітапшаға. Бүктейміз. Бұл жерде бір ғана пальц орналасады. Және де бізде терезе деген бүктеу әдісі бар. Мына жерден көрсетейін. Ортасынан бір сызық түсірдік, бір пальц. Енді екі жағын бір-біріне терезе жабығындай етіп бүктейміз. Бұл жерде, яғни бізде үш пальц бар. Біреу, екеу, бұлар да бір-біріне параллель орналасқан. Осындай буклет болады. Осылаймен жабылады. Және де мына жерде, мысалы бізде дәрінің инструкциясында бұл жерде аралас бүктеу қойылады. Ортасынан бүктеу тұр. Және де үйге тапсырма. Қолмен параллель және аралас бүктеу түрлері кездесетін өнімдерді даярлау.